Тоня Мендес мамандығы бойынша химия инженері болған, ал анасы Марта Офелия үй шаруасындағы әйел және бала тәрбиесімен айналысқан. Қыз өзінің балалық шағын атасы мен әжесінің фермасында өткізді. Мендес жас кезінде көркем талантын көрсете бастады. Кино мен театрдың өміріне қызығушылық танытты. Қызының талантын дамытқысы келген ата-анасы оны бейнелеу өнері академиясына оқуға жіберді. Мұғалімдер қыздың шығармашылық әлеуетін жоғары бағалады. Олардың қолдауының арқасында Лусия 9 жасында таңертеңгі Ларк радиосының жүргізушісі болды. Оның басты арманы теледидардағы мансап болды. Академияны бітіргеннен кейін әкесі оны филолог мамандығы бойынша ақш-та оқуды талап етті. Лусия әкесінің шешіміне қарсы болған жоқ және бірнеше жыл бойы шетелге сапар шегіп, ағылшын тілін жетік меңгерді. Болашақ жұлдыз отанына аудармашы және оқытушы болып оралды. Ата-ананың тілегін орындағаннан кейін Лусия өзінің арманын жүзеге асыруға және өзін актерлік өнерге арнауға шешім қабылдады. Оның ұмтылысын мексикалық сериалдардың болашақ жұлдызына баға жетпес моральдық қолдау көрсеткен анасы болды. 1972 жылы қызды театр режиссері байқап, өзінің қойылымында рөл ұсынды. Сол жылы Мендес мексикалық Эралда журналының жылдың ең әдемі келбеті сыйлығын жеңіп алды. Біз кінәсіз болғандықтан жыныстық қатынас туралы ештеңе жоқ спектакліне қатысу арқылы бүкіл Америка Мендес туралы айта бастады. Ол бірнеше беделді марапаттарға ие болды және Голливуд мұражайында өзінің балауыз фигурасын алды. 1978 жылы Лусия итальяндық тұрмысқа шығады сериясында дебют жасады. Ол танымал мексикалық хикаяларға қатысуды жалғастырды. Сонымен қатар жарнамалық роликтерге түсті. 1980 жылы Мендес Каларина телехикаясының түсіріліміне қатысты. Онда ол мексикалық көрермен үшін жезөкшенің жарқын және ерекше бейнесін өмірге әкелді. Бұл жобаға арналған әндерді актрисаның өзі испан композиторы Камила Сестомен бірге жазған. Мендестің ең үлкен даңқы оның меценаты Эрнесто Алонсо шығарған «Сенен басқа ешкім жоқ, никто кроме тебя» теленовелласындағы роль болды. Сериалда Андрес Гарсия ойнады. Ол Мендеспен жұптасып, картина шыққаннан кейін әлемдік танымалдылыққа ие болды. Және 70-80 жылдардағы Латын Америкасы киносының басты секс символдарының біріне айналды. Көрермендер актерлік дуэтті ажырамас тұтастық ретінде қабылдады. Сериал тек Латын Америкасында ғана емес, ақш, Германия және ТМД елдерінде де көрсетілді. Мендес Латын Америкасы сыншылар қауымдастығының үздік актриса сыйлығын жеңіп алды және оның сериалдың басты тақырыбы болған Corazón de Pedro композициясы үздік латын поп орындаушысы номинациясының американдық Грэмми сыйлығын алды. 1994 жылы актриса Телемундо компаниясының сериясына қатысуға келісімшартқа отырды. Оның түсірілімі ақш аумағында өтті. Алайда Мексика